Қазақ елі ұлы дала қашабы, бейбіт күнмен атқан әрбір азаны, жыл басы боп наурыз келді әлеумет, той думаннан қарқалаған базары. Наурыз тойы құтты болсын ағайын, әз наурыздың жырымен аштым сарайын. Самарқанның көк бас еріп көктемде, жер бетінен келтірді аллам шырайын. Бұл көктемгі жаңару мерекесі. Табиғат өзгеріп, өмір жанданады деп саналады. Жаңару күні ел өміріндегі және әрбір азаматтың өміріндегі жаңа кезеңнің басталуын білдіреді. Жыл сайын 19 наурызда жаппай ағаш отырғызу дәстүрі Қазақстанның жаңару кезеңін, дамуы мен гүлденуін бейнелейді. Осы күн барша азаматты ортақ мақсаттарға жету жолында бірігуге және көктемгі ағаш егу дәстүрін жалғастыруға үндейді. Осы орайда осы челленджді Қармақшы ауданының мәдениет қызметкерлеріне жолдаймыз.